Assalamualaikum, ardaқты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым. Кеш жарық. Бүгін Ауыт Мұқибек Facebook әлеуметтік желісінен жаңа парақша ашты. Парақшаның атын Ұлы көш медиасы деп қойдым. Еріккеннен ашып отырған жоқпын, шынын айтайын. Мәжбүрліктен ашып отырмын. Жанымыз қиналғаннан кейін ашып отырмыз. Осыған дейін айтып келген әңгіменің тоқетері қазақ көшіне, ұлы көшке екінші рет аса ауыр шапқыншылық жасалып жатыр. Аса ауыр қауіп төніп жатыр. Бірінші қауіп 2013 жыл төнген болатын. Қансорғыш Темір Құлыбаев пен опасыз Кәрім Мәсімов елбасыға шеттен келетін қандастарымыз туралы мүлде теріс ақпарат беріп, Жаңаөзеннің бүкіл 11 жылғы оқиғасының себеп салдарын, бәле жаласын шеттен келген ағайындарға жауып, қазақ көшін тоқтатуға жанын салып әрекет жасаған болатын. Солардың пікіріне сенді ма? Енді пенде ғой, адам баласы болғаннан кейін. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығымен 2013 жылы тура осындай қоңыр күзде, өткенде де айттым, алғашында 5 жылға деп, кейін Сенатқа барғанда 1 жыл қысқарып, 4 жылсыз азаматтық бермейтін заң қабылданған болатын. Мен ол заңды бір ұлтты екіге бөлуге бағытталған фашистік заң деп атаған. Бірақ ол қанша қатал заң болғанмен, ол заңда жаңағы 4 жылсыз азаматтық берілмейді. Бірақ қандастарымыз қайда барып қоныстанады, ол өз еркі. Ол жөнінде шектеу жоқ деп көрсетілген болатын заңда. Ал енді сол сценарий тағы да қайталап айтайын. Міне биыл 2022 жылы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың дәуірінде әйні қатесіз тағы қайталанып жатыр. Дәл бір ұрымтал тұста президенттің ұсынысымен ата заңымызға 1 жылдың ішінде екінші рет өзгертулер енгізіліп жатқан кезде, мерзімнен бұрын президент сайлау өткелі жатқан кезде, дәл сондай бір үлкен қатер қазақ көшіне тағы төніп отыр. Бұл кездейсоқтық емес. Бұл бір білместіктен, ақылсыздықтан жасалған дүние деп ойламаймын. Бұл мақсатты түрде жасалған үлкен жоба. Бұның артында тұрған адамдар, мен айтып келе жатырмын, ат қойып тырнақшаның ішінде Ағешке мен Көктеке. Ол тура Ақорданың ішінде отыр. Ағешке бастады әңгімені, президентке мүлде сол жаңағы Темір Құлыбаев сияқты, Кәрім Мәсімов сияқты қандастарымыз жөнінде қаралаған ақпарат жеткізді. Тоқаев та пенде. Ол кісі де пенде. Адам баласы қол астындағы өзінің сеніп алған кадрлеріне сенеді. Ал енді Ақтеке соған араша түсуге дәрменсіз болып отыр. Бұлайша айтқанда, қазақша айтатын болсақ, ынжықтық танытып отыр. Оған ұлт мәселесі, ұлттың тағдыры бәрібір сияқты. Бірақ оған бәрібір болғанмен, Ауыт Мұқибекке бәрібір емес. Ауыт Мұқибек шеттегі қазақтарды, өзінің қандастарын, тағдырластарын, жерлестерін ешкімге табалата алмайды. Ешкімге қорлата алмайды. Ешқашанда қорлата алмайды. Сондықтан оның жолында күресуге дайын.
Ал енді міне сол Ақешкі мен Көктеке, жаңағы Құлыбаев пен Кәрім Мәсімовтің Ақордаға қағып қойған шегелері, бұйыршықтары, былайша айтқанда, сол қазақ көшіне тасада тұрып оқ атып жатыр. Жайратып салмақшы. Аттап бастырмайтын етіп жасамақшы. Мен жаңа бір сөзімді айттым, осы сөзімде. 2013 жылғы қабылданған заң 4 жылсыз азаматтық берілмейтін болғанымен, бірақ ол жаңағы қандастарымыздың қай өңірге, қай жерге баруына шектеу қоймайды деп. Ал бұл жолғы заң одан да қатал. Тек қана анау үкімет айқындаған солтүстік өңірлерге барып қоныстанып, сол жерде 5 жыл жаңағы қандас мәртебесімен тұру керек. Соның 4-ші жылында барып азаматтық алады. Басқа өңірлерге баруына рұқсат жоқ. Егер сол жерге барып, сол жаңағы шарт бойынша 5 жыл тұрып, соның 4-ші жылында Қазақстан Республикасының азаматтығын алып жатса сол қандастарымыз, содан кейін белгілі себептермен басқа облыстарға көшіп кетіп жатса, жаңағы жеңілдіктің бәрін тартып алады, берілген ақшасы бола ма, үйі бола ма, соттың шешімімен тартып алады дағы, ол қазақ екінші рет азаматтық ала алмайды. Сондай жағдайға түседі. Мына заң бойынша. Бұл енді фашистік заң деп есептеймін. Бұны мен сталиндік репрессия деп есептеймін. Бұл жөнінде айтатын әңгіме көп, асықпай айтамыз. Аталған заңның тұжырымдамасы 5-ші қыркүйекте сол жаңағы ашық ақпарат порталында ілінді үкіметтің. Міне бүгін 18-ші ма 17-ші жаңағы қыркүйекке қарай кетіп бара жатыр. 19 күні сол порталға іліну деген сөз, ол халықтың талқысына салу деген сөз. Оның жаңағы сұрағы аяқтайды, уақыт аяқтайды. Содан ары қарай ол заң ақырындап парламентке келеді. Мәжіліске түседі, тұсаукесері болады. Осығанға дейін міне мен осы заңды талқылаудың отырыстарына қатынасып келе жатырмын. Нақтылап айтсам 2015 жылдан бері қарай кәдімгі жұмыс тобында отырып, депутаттар арқылы ұсыныстарымды беріп, соны өткізуге әрекет жасап ықпал етіп жатқан азаматпын. Мен олардың жағдайын жақсы білем. Олар деп отырғаным депутаттар. Иә, заң жобасы келіп мәжіліске түседі. Осы заң жобасын айтып отырмын. Бірінші болып сөзді Қазыбек Иса алуы мүмкін, Жолқынов сөйлеуі мүмкін, қарсы болады. Екінші сөзді Ерлан Сайыров деген депутат алуы мүмкін. Алашшыл тұлға, журналист сөзі, әкесі Қытайдан келген кезінде 60-шы жылдарда өткен ғасырдың. Иә, сол қазақтарға жаны ауырады өзінше, көмектескісі келеді, бірақ ол ықпал ете алмайды. Ол да сөйлейді, Жолқынов, көресіздер енді. Сол сөйлеуі мүмкін. Сосын үшінші сөзді Еділ Жаңбыршин деген депутат бар. Қазіргі осы депутаттардың ішіндегі маңдай алдыса, мен де сенгем ол кісіге. Менің де біраз ұсыныстарым ол кісінің қолында жатыр. Қаншасы өтті, қаншасы өтпеді білмеймін. Сол кісі сөйлейді. Сосын ары қарай тағы енді сөйлейді. Жанарбек деген азамат бар. Оның да әке-шешесі Қытайдан келген, Әшімжанов деген депутат. Ол да сөйлеуі мүмкін. Сөйтіп ары кеткенде мәжілістің 107 депутатының бір 7-еуі сөйлейді, артынан Жолқынов сөйлейді. Қалған үндемей отырады да заң ары қарай өтіп кетеді. Сонымен шеттен келген қандастарымыздың Қазақстанға көшіп келген соры сопағастаудай болады бұдан кейін. Сосын 4 жылсыз азаматтық берілмейді, солтүстікке барғаныңызбен отырасыз сөйтіп. Бұл деген сөз көшті тоқтату деген сөз, тағы да қайталап айтайын. Бұл деген сөз өткен ғасырда жасалған сталиндік репрессия деп аталады. Сталин басқа ұлттардың өкілін пойызға салып, вагонға тиеп, мал ұстап тиеп Қазақстанға әкелді ғой. Содан Қазақстан көп ұлтты мемлекет болдық қой. Кімді әкелмеді Сталин? Бәрін әкелген болатын.
Демек, шеттегі қандастарымыздың басында сондай күн туып тұр. Енді осы мәселені бірінші болып мен көтердім. Иә, өзімнің қолымда бар мүмкіндігіммен пайдаланып, осындай видео үндеу жасадым. Абай ақпараттық порталына қандастардың мәселесін осы 2011 жылдан бастап көтеріп келе жатқан, үлкен маған алаң ашып берген, мен жазып шыдасам, олар басып шыдайтын Абай KZ деген сайт бар, білесіздер. Сол сайтқа мақала жаздым. Армандамасын Ақешкі мен Көктеке деген. Демек, осы Ақешкі мен Ақордада отырған Көктекенің фашистік жобасына, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевты тұқыртуға арналған жобасына қарсы тұрдым. Сол қарсылығымды осы мүмкіндіктерді пайдаланып білдірдім. Ары қарай азаматтық қауым дейміз, іліп-әкет дүрілдетіп жатыр. Баспасөз мәслихатын өткізейін деп жатыр. Әлеуметтік желілер арқылы қарсылықтарын білдіріп жатыр. Түрлі жолдармен қарсылықтарын білдіріп жатыр. Бірақ өкінішке орай, осы фашистік тұжырымдамаға, жаңағы жобаға мемлекеттік ақпарат құралдары тырс етіп жауап берген жоқ. Біреуі шығып бір мәселе, бір ауыз сөз айтқан жоқ. Бір журналист шығып. Мен босқа қарап жатқан жоқпын. Менде маған үнем байланыстағы журналистер бар. Мысалы, Хабардың журналистері бар. Қазақстан ұлттық арнасының журналистері бар. Ондағы бағдарламалардың басшыларынан тартып журналистеріне шейін бар. Менде телефондары, контактілері. Мен соның бәріне хабарласып жатырмын. Жоқ, бірде-біреуі тырс етіп осы мәселені көтерейік, осыны халықтың бір талқысына салайық, министрлерді шақырайық, олардың осы мәселе бойынша түсініктеме берсін деген бір журналист мен көрген жоқпын қазірге шейін. Сосын не істеу керек? Сосын ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі мырзаға шығып, арнайы осылай үндеу жасадым. Иә, ол кісі маған звондады. Үлкен азамат ол, үлкен жүректі азамат. Ол түркінің жоғын жоқтап жүрген азамат. Бүкіл түркі дүниесін дүрілдетіп, жаңағы Түркі академиясын басқарған кісі. Мұстафа Шоқайды зерттеген кісі. Сол бауырым жарым түнде хабарласып, әбеке, иә, тыңдадым сіздің неңізді. Мен ертең бастап осы мәселемен зерттеп көрейін деді. Парақшама пікір жазып, мұндай ірі мәселеге қарсы емес деген сияқты өзінің позициясын жазыпты. Бірақ одан берде 1-2 күн өтті. Ешбір журналист хабарласқан да жоқ. Бұл мәселе сол мемлекеттік ақпарат құралдарының назарынан тыс қалып бара жатыр. Әрине жаңғыртылады. Сондықтан Facebook әлеуметтік желісіне айтып сөйлеп жатырмыз. Мақалалар жазылып жатыр екен менен басқа азаматтардың қолымен. Бірақ енді әрқалай. Я біреу осындай қиын жағдай болып жатыр, қазақ көшіне қауіп төніп жатыр десе, екінші біреулер айтады, Ауыт Мұқибек деген популист осылай дуылдатып жатыр, бұны ақылдасып шешу керек деген сияқты пікір айтқан көрінеді. Әй, көке, осы заң жобасын жасағанда сенімен ақылдасты ма біреу? Бұны президенттің мақұлдауынан өткізіп алған. Әйтпесе олардың басы екеу емес. Кәдімгі өткізіп алған. Ақешкі барып, президентке осының бәрін жеткізіп, қандастарыңыз өстіп жатыр. Қаңтар оқиғасында өстіп, міне, қамалғандардың көбі солар екен. Олар қазақша білмейді, орыс тілін білмейді. Сондықтан қазақша талап етіп, мынау Ресеймен арамызға от жағып жатыр деген секілді сөздерді айтқан болуы мүмкін. Үшін президенттің жаңағы дүние жүзінде қазақтардың басын
туған жерде қосу қасиетті парызымыз деген Қасым-Жомарт Кемелұлының ұлы мақсатын, ұлы мұратын, жігіттік пікірін 180 градусқа айландырып жіберіп отыр. Ал сен ақылдасып шешіп ал. Бір столдың басында тұрып барып, соны шешіп ал. Оны бите салатын Тамара Дүйсенова жоқ қазір. Өйткені ол жоғары жақтан, Ақордадан бекітіліп, мына жобаны жариялайсың деп отыр. Ол кісі маған өйтіп айтқан жоқ, бірақ айтпағанмен менің соның ішінде қайнаған ортасында жүрген адаммын 15 жылдан бері қарай. Бәрін білем. Мына парламент деп отырсың ғой, парламенттің, мен айттым ғой бағда, тағы да қайталап айтамын, нотариус жобаның, заңның жобасының бәрін жаңағы қатысты министрлік жасайды. Сосын үкіметке жіберді дейді, үкімет емес, ол президенттік аппарат. Солар кесіп, пішіп, қайтадан жібереді, сосын парламентке келіп түседі. Сосын депутаттарға айтады, отырады, соны орысшасы мен қазақшасын сәйкестендіреді. Сосын атау терминдерді бірізге түсіреді, сосын арғай сартылдатып айдай береді. Болды сол, олардың міндеті. Бекітіп береді соны. Өткенде Қазыбек Иса айтты ғой, біз бір заң тұрмақ, бір бап өткізе алмаймыз деді. Мен сол кісіге жаздым. Онда біреу саған боқ жегелі отырсын ба десе, не дейсің ол жерде? Кешіріңіздер енді, осылай айтуға тура келеді. Неге халықты алдап отырсың онда? Кетпейсің ба? Десе не дейсің? Десе мен жоқ, айта алмады. Көрдіңіз ба? Парламентіңіздің жағдайы сол. Сондықтан бұл заң жобасы егер мәжіліске келмей, бұның алдын алып тоқтатпасақ, мәжілістен өтіп кетуі мүмкін. Тоқтамай зіретіп өте шығады. Егер Ауыт Мұқибек сол жұмыс тобында болып қалса, бір 2-3 айға создыру мүмкін. 2015 жыл 9 айға создырған болатын мен осы заң жобасын. Бұл жолы мына депутаттардың, мен білем табиғатын, сарт еткізіп арға өткізетті жібереді. Сосын сенатқа барады. Сенаттан сол баяғы Мұрат ағам байқұс қақсап сөйлейді. Бақтиярұлын айтып жатырмын. Жалғыздың аты шықпас, жаяудың шаңсы шықпас дейді ғой. Сосын арғай кетеді, президент қол қойды. Одан кейін тағдырын мен білмеймін, не болатынын. Демек, Құдай оның бетін ар қылсын. Айналайын жерлестерім, менің тағдырластарым, ұлы көшкен мүдделі қауым. Біз бұның қасиетті алдын алуымыз керек. Енді қазір айтпай-ақ қояйын, Құдай бұйырса, дүйсенбі, сейсенбіден бастап көресіздер. Үлкен әңгімелер басталайын деп жатыр. Біздің қоғам қайраткерлері, белсенді ағаларымыз Алматыда жаңағы бұған қарсы пресс-конференция дейді ғой, өткізгелі жатыр. Астанада да сондай жиналыстар өтеді, Құдай бұйырса. Көреміз енді ары қарай. Бірақ сіздерге осы әңгіме жету үшін, сіздердің назарларыңызға күнделікті ақпараттарды өзіме жеткен ұсынып отыру үшін амалсызда мен жаңағы Ұлы-Көш медиа деген парақшаны аштым YouTube каналынан. Өте жұпыны, суретім ғана бар, өзімнің президентпен бірге түскен. Сосын не үшін ашылған жөнінде сипаттамасын жаздым дағы. Осыған дейінгі сөйлеген сөздерімді, видео үндеулерімді соған жүктеп қойдым. Енді сол Ұлы-Көш деген медиа, кәдімгі үлкен медиаға айналу керек. Ол үшін сіздердің үлкен көмектеріңіз керек, құрметті Ұлы-Көшке мүдделі қауым. Менің осы түн жамылып отырып жасаған видеомды мұқият тыңдаңыздар да, сосын ар жағындағы бұдан бұрын жүктелген видеоларды қайтадан көріп шығыңыздар дағы, осы менің парақшама жазылыңыздар. Тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, таратыңыздар, тынбай таратыңыздар. Көрілімі қанша көп болса, қанша адам оқыса, қанша адамға жетсе, сонша жақсы болады. Біз Қасым-Жомарт Кемелұлының ұлы мұратын қорғауымыз керек. Дүние жүзінде шашырап жүрген қандастарымыздың басын
туған жерде қосу біздің қасиетті парызымыз деген ұлы мұратын қорғауымыз керек. Президенттің аузынан шыққан бұл сөз жай сөз емес. Қасиетті деген сөздің қасиеті зор. Соны бір қасиетсіздер қағаз жүзінде қалтырайды деп отыр. Тағы да қайталап айтайын. Қағаз жүзінде қалтыру. Ұлы көшті тоқтату. Оның бер жағында мынау президенттің абыройын түсіру, беделін төгу, қандастарын өзіне қарсы қою әрекетін жасап жатыр. Қазақтың жауы шеттегі қазақтар емес, шеттен келген қазақтар емес. Мемлекеттің жауы да олар емес. Қазақ билігінің жауы да олар емес. Ешқашанда. Мен соны кесіп айтамын. Иә, бірен-саран азаматтар бар. Билікке қарсы қатты сөз айтып жүрген жігіттер бар. Мен оның ар жақ бер жағын білмеймін. Не үшін сондай сөздерге барып жүрген. Мүмкін ол да бірдеңкені біліп отырған шығар. Жаны қиналған шығар. Мүмкін біреудің жобасы шығар өстіп айта бер деп. Қандастардан да біреу көш қысын айғайлап жүре бер деген сияқты жобасы шығар. Мен ол жөнінде ештеңе айта алмаймын. Бірақ жалпы жүйеден алып айтқанда 99,99% қазақ осы жақсылықты жүрегімен сезінеді. Елбасының ұлы еңбегін көші-қон жөнінде сіңірген. Қасым-Жомарт Тоқаевтың оны сабақтастықпен жалғап президент бола салып, мысалы, қашан президент таққа отырды? 2019 жылы 19 наурызда тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілеттілігін тоқтатты. 20 наурыз күні Қасым-Жомарт Кемелұлы ант қабылдап президент болды. Орнына келіп. Ресми президент болды. Сосын сәуірдің 12 күні Твиттердегі парақшасына өзінің осы сөз жазды. Алдымен Егемен Қазақстандағы сұхбатында шықты. Сосын жаңылмасам батыс аймаққа барғанда осы сөзді айтты. Тағы да қайталап айтты. Қасиетті парыз жөнінде деген сөзін қайталап айтты. Міне содан бері мен бұл сөзді әр мақаламнан түсірген емеспін. Әр сөзімді айтып келе жатырмын, сіздердің құлақтарыңа сіңсін деп президенттің осы ұлы мұратын айтып келе жатырмын. Бұл мұрат мүмкін Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен бітпеуі мүмкін. Бұл болашақтағы президенттерге де жалғасатын болуы мүмкін. Өйткені шетте 8 миллион қазақ бар. Ол бір күнде көшіп келе алмайды. Бұл өте ұзаққа созылатын процесс. Қазір саяси жағдайларды көріп жатсыздар. Бір көршімізде соғыс болып жатыр. Соғыс өрті танып, кәдімгі қазақ, этникалық қазақтарды апарып соғысқа салып, олар оққа ұшып қырылып жатыр. Екінші көршімізде геноцид болып жатыр жаңағы 2017 жылдан бастап. Қазақтардың мектебі жабылып, тілі жойылып, лагерге қамалып, фашистік қинауларды бастан өткізіп жатыр. Осыған байланысты соны басқарып отырған, соны жүргізіп отырған сұмырайлардың көзі жойылмай, бұл қиыншылық аяқталмайды. Біз оны күтпеуіміз керек, біз онымен күресе беруіміз керек. Ал енді солар сондай темір бұғаудан босап, ертең ата жұртқа ағылатын кезде сенің Қазақстаның тарихи отаның 4 жылсыз азаматтық берілмейтін заңды қабылдап қойып, басқа өңірге қоныстансаң азаматтық берілмейтін етіп, норма кіргізіп қойса, көші-қонның заңына, немесе азаматтық туралы заңға. Ал ол қазақтың күні не болады? Сонда келген отанның түрі сол бола ма? Ойлаңыздаршы, құрметті менің жерлестерім, құрметті алаш жұрты. Бұл енді ұят. Әрбір азамат ұялатын нәрсе. Бетінде ұяты бар, өзін қазақпын деп сезінетін, қазақпын деп санайтын сезінетін емес. Азамат үшін бұл ұят нәрсе. Сондықтан біз бұның алдын алуымыз керек. Сондықтан біз бұны іске асырмауымыз керек, іске асыртпауымыз керек. Бұл жөнінде айтатын әңгіме көп, мен енді бұны ұзарта бермейін. 24 минут сөйлеп жатырмын міне. Сондықтан құрметті ағайын, осындай қарапайым, сол ұлы көш сияқты шеттен келетін қандастарымыздың өзіне ұқсайтын жұпыны болса да, ұлы көш медиа деген
мен парақша аштым. Bir-biringizге жеткізіңіздер, бөлісіңіздер, тағы да қайталап айтайын. Аяқ жағына пікірлеріңізді жазыңыздар. Қолдасаңыз қолдап жазыңыз. Жоқ, маған осы ұнайды десеңіз, оны да жазыңыз. Оны өзіңіздің патша көңілдеріңіз біледі, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым. Әрбір тіркелгендеріңізді Алла ризашылығы үшін деп тіркеліңіздер. Әрбір бөліскендеріңізді Алланың ризашылығы үшін, ұлтымның болашақ тағдыры үшін деп бөлісіңіздер. Әрбір басқан лайктеріңізді Алланың ризашылығы үшін, қазақтың бүтіндігі үшін деп басыңыздар. Әр жазған пікіріңізді де солай. Не айтам мен? Bir-birimizге көмектесейік. Көшіп келген қазақ 1,5 миллион деп жатырмыз. 1 миллион сол 100 мыңнан енді асты ғой дейін басса да. Шеттегі 6, 7, 8 миллион қазақтың тағдыры менің мойнымда. Сіздің мойныңызда. Осы видеомды тыңдап отырған әрбір қазақ, шеттен келген қазақ, бірінші кезекте сіздің мойныңызда. Сосын бүкіл алаш жұртының мойнында. Біз президенттің ұлы мұраты жөнінде күресуіміз керек. Біз Құлыбаевтың, Кәрім Мәсімовтің Ақордаға қағып кеткен жаңағы шегелерін суырып тастауымыз керек. Сол үшін күресуіміз керек. Олардан құтылмай қазақ көші оңалмайды. Ардақты әлеумет, менің бүгінгі сіздерге айтар әңгімем осы. Тағы да қайталап айтам. Ұлы-көш медиа деген осы парақшаны игілікке жаратайық, биік деңгейге көтерейік. Маған атақтың керегі жоқ. Ауыт Мұқибекке атақтың керегі жоқ. Ауыт Мұқибек популист емес. Ауыт Мұқибек шамасы келгенше қазақ көшін өркендетуге, қандастардың мүддесін қорғауға әрекет етіп жүрген жігіт. Сондықтан мен сіздерге сенемін. Аман болыңыздар. Жеңісті күндерде кездесетін болайық.